922. Текшенің қырының ұзындығы 2 см, текшенің барлық жақтарының ауданы табыңдар. Мынандай бізде текшелер берілген. Әр жағының ұзындығы 2 см дейді. Осының барлық жақтарының ауданы табыңдар. Бұл текше дегендіктен бұның әр жақтары, барлық жақтары бір-біріне тең деген сөз. 2 см, ұзындығы 2 см, биіктігі 2 см және ені де 2 см деген сөз. Олай болатын болса, әр жақтарының ауданы бір-біріне тең болады. Ол дегеніміз, бізде әр жағы бұның шаршы болады, иә? Шаршының ауданы біз білетініміздей, бұл қабырғаларының көбейтіндісіне тең, яғни а квадратқа тең. А деген бізде 2 болғандықтан, бұл 2 көбейтілген 2, 4 см квадратқа тең. Текшенің бір жағының ауданы 49 см квадрат дейді. Шаршы сантиметр. Текшенің көлемін табыңдар. Мына жерде текше берілген, бұның бір жағының ауданы 49 дейді. Шығарып көрейік. Қайтадан бұл текше болғандықтан, бұның ұзындығы, биіктігі және ені бір-біріне тең деген сөз. 49 бұл бізде а квадрат, немесе а көбейтілген а 49-ға тең деген сөз. Одан шығады бізде бір қабырғасы 7 см деген сөз. Өйткені 7 см болса ғана, мына жердің ауданы 49 болатын еді. Өйткені 7 көбейтілген 7 49. Бұдан біздер текшенің көлемін таба аламыз, яғни 49-ды 7-ге көбейтеміз. 49 көбейтілген 7. Бұл дегеніміз 280, оған 9 жетім, 280 қосылған 9 жетім, 63, 14, бір ойда 343 шығады. 343 сантиметр куб болады. Өйткені біздер 3 санды көбейтіп тұрық. Үшінші, текшенің көлемі 27 сантиметр куб дейді. Мына жердегі 27 сантиметр куб текшенің жағы, яғни АБЦ-ді шаршының ауданын табыңдар дейді. АБЦ-ны табу керек. Текшенің кубы дегеніміз, ол не деген сөз? Текше болғандықтан, оның барлық жақтарының көбейтіндісіне тең деген сөз. Ал а көбейтілген а. Өйткені бұл жерде а деп белгілейтін болсақ, биіктігі де текше болғандықтан, биіктігі де ені де барлық жақтары а болады. Енді бұны табу үшін бұл а куб деген сөз. Бұл неше бізде 27 сантиметр куб дейді. Бұдан шығатыны а тең болады 3. Өйткені 3 көбейтілген 3 бізде 27-ге тең. 3 сантиметр болады. Бұдан біздер ауданын табу үшін, аудан дегеніміз бұл а квадрат. АБЦ-ның ауданы. Сонда 3-ті 3-ке көбейткенде 9 сантиметр квадрат шығады.